Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін понедельник, сағат уже 8 болып қалды. Біз таңғы асымызды ішіп алып, қазір сыртқа шығамыз. Бүгін шоппинг күні. Омарға подгузник алам. Тоже бір киімдер қараймын. Сонымен менімен бірге болыңыздар. Бүгінгі видео өте қызықты болады. Лайк басып, комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таңғы асқа кірістім. Таңғы асымызды ішіп алып, огородқа шығып, огородты баптаймыз. Сосын қалаға шығамыз. Далаға шықтық. Қазір огород суарамыз. Мына жердегі ана жердегі капусталар мен асқабақтарды, сосын мыналарды мен суарам. Ауа райы күшті болып тұр. Күн шығып, әдемі. Бірақ жел бар. Омар деген жігіт мына жақта. Омар? Әне отыр. Велосипедін жақсы көреді өзі. Ал бұл жерде сағат 9, біз қалаға шығып бара жатырмыз. Мен Азия паркке келдім. Енді Mom and Baby магазинінен подгузник алам Омарға. И дальше қаралып көреміз. Мен Mom and Baby'ден кіріп, подгузник алып шықтым. Mom and Baby дүкені. Бұл Астанадағы ана мен балаға арналған дүкен. Омарға подгузникті осы жақтан ғана табамын. Жақсы магазин. Келуге болады. И міне Mom and Baby деген подгузник қолданамыз. Мен, Азия парктен шығып, енді Хан Шатырға бара жатым. Азия парк дедім, жоқ. Хан Шатырда барлық нәрсе. Омарға тапочки қарайын деген ғой, резиновый. Мұнда ұйықтап жатыр Омар. Ана жақта Азия парк. И ана жақта Хан Шатыр көрінбейді. Ауа райы керемет болып тұр. Күшті. Дәл қазір сағат 10:30. Омарды уақытымен ұйықтатып үлгердім. Ұйықтап жатыр. Бұтам. Да, әдемі фонтан, үйінде әдемі. Не это? Короче, свои. Да, жатыр. Керемет болып тұр ауа райы. Не салқын емес, не ыстық емес. Күшті болып тұр. Осы кезде күн аяқ астынан суып кетті. Сондықтан Хан Шатырға тез асығып кіріп кеттік. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Төменгі этаждағы магазиндерді аралап болған соң, жоғарыдағы детский мир деген магазинге бардым. Барып тапочки қарадым, бірақ Омарға болатындым. Тапочки таппаған соң алған жоқпын ешқандай тапочки. Үстіңгі этажда жүрген соң бірден тамақ ішіп кетейік деп бір бургерге заказ бердім. И бургер жеп алып, қайтып шоппингке кірістім.
we talk on the phone. Ханшатырдан шығып, Қосшыға қарай жүрдім. Қосшы жақта мен жолдасым күтіп тұрған болатын. Автобуспен бардым. Күн керемет болып тұрған соң таксиге ақшамды құртпай-ақ автобуспен Қосшыға қарай бардым. Сонымен жолдасым екеуміз продукты алып алдық. Как раз осы кезде жолдасым жұмыстан енді шығып жатыр екен. Сол кезде мен де сыртта жүрген соң бірге продукты алып алайық деп шештік. Сонымен осылай уақытымызды тиімді өткіздік. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember you. All I know, what I need, and that ain't changing. Біз үйге келдік. Мында олар печенье жеп жүр. Олар қараш. Осы кезде сағат 5 болатын. Кешкі астың уақыты әлі кірген жоқ, бірақ біздің кішкене қарнымыз ашқан соң жеңіл донер шаурма істеп жатырмын. Жаңағы шаурмамызды жеп алып, мұнда мен жаңағы алған продуктыларымызды банкілерге салып, рет-ретімен орналастырып қойып жатырмын. Біз үнемі банкілерге сақтаймыз. Контейнер болмаса да продуктыды осылай банкілерге сақтап жинап отырамыз. Ал мұнда кешкі ас дайындап жатырмын. Кешкі асқа бізде куриный филе мен пюре болады. Куриный филені осылай маринадтап, сосын қуырдым. Үстіне жуа және сәбіз чеснок салып, жақсылап қуырып. Тұз бұрышын салдым және үстіне кетчуп пен соевой соус салып, кішкене қуырып, үстіне су құйып қайнаттым. Солай кешкі асымызды ішіп алдық. Бізде уже кеш батты. Салқын болған соң сыртқа шығарған жоқпын. Омар да
Негізі кешкі прогулка жасау керек еді. Біз бүгін күні бойы далада жүрген соң кешкі прогулка жасамадық. Осылай әдемі болып тұр дала. Ауа райы керемет. Ауылдың ауасы керемет болып тұр. Камера жеткізе алмайды мына сұлулықты. Достар, осы мен сіздермен бүгінгі видеода қоштасқалы отырмын. Баршаңызға осы видеоның соңына дейін қарап, маған қолдау көрсеткендеріңіз үшін үлкен алғысым шексіз. Енді келесі видеода бұдан да қызық болады. Күтіңіздер, бұйырса келесі видеода менің мамаларым, өзімнің мамам келеді. Бұйырса менің мамамның түрін көресіздер. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Like sail away, I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay with you.